Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі даярлайтын тамағымыз қош иісті саңырауқұлақ ыстық салаты. Кептірілген саңырауқұлағымызды ең алдымен тұз салып, тазалап жуып аламыз. Тұзды суын төгіп тастап 2 сағат жібітіп қоямыз. 1 қасық соя сұйықтығы, 1 қасық крахмал, кішкене қасықпен 1 қасық тұз, 1 қасық күнжіт майы, етімізді жұмсату үшін суды бөліп құйып бойына сіміреміз. Біріктіріп алу үшін 1 жұмыртқаның ағы, көк пияз, сарымсақ, зімбір қосып араластырамыз. Қимамыз қаттырақ болса, және де азырақ су құямыз. Безендіретін көк жапырақты көкөністерімізді қайнақ суға 1 минут малып аламыз. Қимамызды саңырауқұлақтардың ішіне салып, үзіп аламыз. Ортасына қойылған саңырауқұлақтың үстіне бөдененің 1 жұмыртқасын жағамыз. Ыдысымен мантабаркаға салып, 8-10 минут булап пісірамыз. Тұздығымызға ашты бұрыш, зімбір, көк пияз, сарымсақ, күнжіт майы, тұз, устрица соусы, қолда жасалған лазжаң, су құйып араластырамыз. Дайындап алған тұздығымызды қазанға құйып қайнатып, крахмалмен сәл қойылтып барып құямыз. Міне осымен ыстық салатымыз дайын болды. Каналымызға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып, құнды пікірлеріңізді жазып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар.